психоанализға келген адам ертеме кеш өте дербес болады, тәуелсіз болады. Тәуелсіз. Иә, сондай тәуелсіз болғанда ол Құдайға да сене алмай қалады, Құдайдан да тәуелді бола алмай қалады. Психи деген жан, сома деген тән. Сонда шәкәрімде де бар ғой, жан мен тән, ерлі қатын дегендей. Әрбір адамның Құдайы басқаша ғой. Қазір көбінесе адамдардың түсінетін Құдай ол бір үлкен қап-қара полицейский ғой. Психология мен дін туралы айтып жатырмыз ғой. Екеуінің басын ұштастыруға бола ма? Молдалар мысалы леп белгісін қолдана алады. Ұрлама, соқпа, алдама, шықпа, барма. А біздер леп белгісін ешқашан қолданбаймыз. Бұрынғы жылдары сол тек қарын тойса болды деп жүрген қазақтар бүгін қарны тойды, үйі бар, орамалдары бар, сақиналар барлығы бар. Бірақ енді жанның қажеттілігі. Ондай еркекпен тұрғаннан тұрмаған артық ажырас. Немесе ондай еркектің болғаннан болмаған дұрыс деген сияқты нәрсені айтатын коучтар бар. Дұрыс емес. Сонда олар коучтар өзіне не Құдайдың, не соттың, не бидің қызметін алып алды ма? Ол ішіне кірген жоқ қой, не болып жатыр екен білмейді ғой. Әрбір дау-дамайда 1% болсын екінші жақта кінәлі болып тұр ғой. Ырду-тұрдуға еріп жүре береміз ба? Ырду-тұрдуға еріп жүре береміз, бұл демократияның бір белгісі. Гүлдөбе подкаст. Армысыз құрметті көрермен. Бүгін біздің қонағымыз Қазақстандағы психоанализ ғылымының негізін салушы, Орталық Азия психоанализ институтының директоры, психолог Анна Құдиярова ханым. Анна ханым, қош келдіңіз. Рахмет. Бүгінгі біздің сұхбатымыздың демеушісі Фастекс логистикалық компаниясы. Егер сізге алыс жақын шетелден жүк тасымалдау қызметі қажет болып жатса, осы компанияға жүгініңіз. Сізді көпшілік көрермен 2000-шы жылдары одан бердің, осы телевизия арқылы өте көп көретін сарапшы болып отырдыңыз. Бірақ қазір көп көрінбейсіз. Өзіңіздің немен айналысып жүргеніңіз жайлы көрерменге қысқаша айтып өтсеңіз. Көрдіңіз ба, ол жылдары көтенім көгергенше, сарғайғанша шашым отыра беретін едім. Оның негізгі мақсаты психоанализді танымал ету. Психоанализ сауаттылығы, психоанализ мәдениеті, Зигмунд Фрейд, Зеги ата, соның бәрін әртүрлі айта беріп, әйтеуір адамдардың құлағына сіңді ол. Сондай нәрсе бар екен деп. Көп адамдар сол кезде қорқатын еді психоанализ деген сөздің айтуға. Мен Казгуге барғам, 2003 жылы. Сөйтіп, әлі мен ол жерде гомосексуальность деген сөзді айтқан да жоқпын. Олар, ой, айтпай қойшы, осыдан мен қорқамын деп. Зигмунд Фрейдті атамай қойшы. Не дегенде, кеңестік дәуір кезінде психоанализ дегенді, Зигмунд Фрейд дегенді айтса, адамдар оларды диссидент деп санайтын еді. Біздің билікпен келіспейтін адамдар деп, ажақа бежақа атып қалған. Енді дәл Алматыда ондай болмаса да, бірақ Мәскеуде сол болды ғой. Сол қорқыныш, көрдіңіз бе? Қашан тәуелсіздікті алдық енді? 2003 жыл болып тұр, 10 жыл. Бірақ сонда да әлі қорқыныш. Бірақ қазірде үлкен ұрпаққа барсақ, академик, доктор дегендерге, олардың да біразы әлі қорқады. Психоанализге жолатпайды. Жаман нәрсе деп. Ал соны мен ойлаймын, 10 жылда, 15 жылда соны бәрін жеткіздім. Одан кейін жаңа ұрпақ, жаңа буын бастай болды. Әрбір өзін сыйлайтын университетте қазір психология факультеті бар. Ал мен шыққан кезде психология факультеті, психология бөлімшесі деп екі жерде бар еді. Ол Казгу мен Каргу, екі университет екеуінде бар. Басқа еш жерде ондай нәрсе жоқ еді ғой. Сонда мен ойлаймын, өзімнің бір тарихи миссиямды мен сол кезде атқардым. Ал шын туайтына келгенде психоаналитик ол еш жерде жарияламайды өзін, ары бері шықпайды. Бізге бұрындары тыйым салынатын еді, қатаң тыйым салынады. Біз тек кабинетте отыруымыз керек, өзі келді, өзі кетті, ешкім оны көрмеу керек, құпиялықты сақтаймыз, ол туралы әңгіме жасамаймыз. Мен одан кейін біраз жылдар оқуды бастап кеттім. Көрдіңіз бе, саны, одан кейін сапасы. Сол енді мыңдаған, 10 мыңдаған қанша психологтар әрбір университеттен оқып бітіріп жатыр. Енді олар ары кету керек қой. Сонда мен психоанализ институтын ашып, сонда енді кішкентай ғана, енді айдағаны 5 ешкен, шынымен айтсам. Бірақ сол кішкентай ұжымды студенттерді тәрбиелеп жүрмін жыл сайын. Сонымен шұғылданып жатырмыз. Ол енді қазір жақсы болып қалды, жаман айтпай жақсы жоқ дегендей. Бұрындары мен өзім қатыгез болып, тек Алматыға келсең оқытам деп отыратын едім. Сөйтіп, біратала азайып қалған еді студенттерімнің, шәкірттерім саны. Ал қазір ковид басталып кеткендіктен енді мен де қысатын жерін қысып қалдым да, ойбай жарайды, онда заңға қарсы болса да. Бірақ одан кейін ойласам, ол 20-шы ғасырдың, 19-шы ғасырдың заңдары ғой. А 21 ковидті қосатын болса, қазір онлайн оқытып жатырмыз. Сондықтан студенттерім, психоанализ институтының студенттерінің саны әлде көп емес шығар. Бірақ біз қазір жыл сайын жарты айлық
6 айлық психоанализ негіздері деген бір курсты ашқанмын. Ол енді сол жыл сайын одан бір 100 адам қабылдаймыз да, сонда 100 отбасы әйтеуір дау-дамайдан, мұрынды бет қылудан қазір тыныштыққа, байсалдылыққа келіп жатыр. Сонда сіздің көмегіңіз маған қай жерде қазір керек, неге келіп отыр десеңіз. Менің ойымша, тәжірибем де соны көрсетіп тұр. Әрбір үлкен қазақтың отбасы бар, 20, 30, 40 адам. Соның ішінен ең болмаса бір адам менің 6 айлық курсымды өтсе, психоанализ негіздері деп, ол өзінің ішіндегі боқсыздіктерін реттеп алады. Горшок бар екен, туалет бар екен, эмоциялық туалет, психологиялық туалет, соған бару керек екен деп түсінеді да. Одан кейін ол саналы түрде, 5 саналы түрде өзінің ошағына, ошаққасына бәрібір әсерін тигізеді. Сонда менде қазір тамаша тарихтар бар. Жақсы. Сіздің сол 6 айлық курстарыңыздан бітіріп шыққан адам адамдарды, пациенттерді қабылдай бастайды деген. Қабылдай бастайды, не дегенде, олар қабылдай бастайды, олар оқуды бастағаннан кейін бір 2,5 айдан кейін қабылдай бастайды. Ол мен тапсырма беремін, қабылда. Ең болмаса өзіңнің туған туысыңды 10 адамды сөйлесіп көрші, әңгіме өткізіп көрші деп. Неге? Олардың бәрігінің жоғары білімі бар. Жоғары білімі жоқ болса, біз оларды алмаймыз. Қабылдамайсыздар. Енді бірең-сараң бір аты шулы бірең бір. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, әрбір отбасыда бір адам болу керек. Одан кейін оның біразы психолог деген дипломы бар. Мен оған тек психоанализді жондырып түсіндіріп беріп жатырмын ғой, бөліп. Ал менің арманым неге әрбір отбасыда болу керек деген. Ол психолог болып жұмыс істемей қойсын. Бірақ ол психологиялық сауаттылығы жоғары ана, психологиялық мәдениеті бар әке, ата, әже, қарындас, бауыр, сондай болып кетеді ғой. Сонда олар қазақтың әйтеуір жылап жүрген балдарын көзін өздері тия алады ғой. Біреу інісін тоқтатады, біреу қарындасын тоқтатады, анандай жолдан, мынандай жолдан. Әсіресе балдар, келесі ұрпақ. Мен білесіз бе тағы неге қуанып жүрмін? Қазір өзіңіз статистика өткізсеңіз болады, балдарыңыздан бастап. Қазіргі бастауыш мектепте жүрген балдардың психологиялық сауаттылығы мынандай. Атасымен, әжесімен салыстырсаңыз, әкесімен салыстырсаңыз да. Неге ондай болып тұр? Не дегенде қазіргі сіздер, жаста сіздің буыныңыз бір 25-тен 40-қа дейін деп алсақ, сіздер менің жаңағы ток-шоуда, радиошоуда бір жерде айтып жатқан сөздеріме соған тойып өстіңіздер. Одан кейін кітап оқыдыңыздар. Қазір бізде кітап пайда болды ғой. Орыс тілінде, қазақ тілінде, ағылшын тілінде оқи бересіздер. Сонда психологиялық сауаттылығы бар әке-шешеден психологиялық мәдениеті бар ұрпақ туылып жатыр. Сонда мен қазір аң-таң қалам ғой. Бір 8, 9, 10, 11 жастар бүлдіршіндер, мама, мен Анна ханымға апаршы, мен де сондай жұмыс істегім келеді. Бірақ оны оқимын ба, оқымаймын ба? Бірінші барып сол кісімен сөйлесіп алайын, одан кейін шешемін, мен ондай оқуға барамын ба, бармаймын. Аң-таң қалам. Біздің кезде ондай мамандықты таңдау деген 8 жастарда, 10 жаста ондай болмаған нәрсе ғой. Ал 5 жасар, бізде қазір психоанализ орталығында ең кішкентай бүлдіршін клиент 5 жасар қыз. Былтыр келді 5-те, биыл жазда 6-ға толды. Ол да сөйтіп айтты: мама, мені психологқа апаршы. Ай, қызым, мен саған өзім психолог болайыншы десем, жоқ, сен мұғалімсің, сен маған психолог бола алмайсың, мен саған айтпайтын өзімнің құпиялым бар. Маған психолог керек деп, сол 5 жасар қыз 2-ші жыл енді келіп жатыр ғой бізге. Сондықтан мен бұл жерде тағы қуанышым, Далай ламаның бір сөзімен менің іс-әрекетім қазір сәйкес болып тұр. Далай лама бір кезінде айтқан: қазір сол бастауыш буындағы балдарды, ол кісінің айтатыны медитация ғой, медитация мен йогамен толықтырсақ, сонда олардың немерелері ешқашан соғысты ашпайды. Психологиялық сауаттылығы бар бүлдіршіндер қазір, ертең солар жар болған кезде, жұбай болған кезде, сол психологиялық сауаттылығы мынаны ренжітпеу керек, мынаның жаны бар, сезімі бар, оны аялау керек, соны алдын ала біліп тұрады ғой. Көрдіңіз бе? Сол үшін қазіргі әрбір мектептегі психологтарға мен қайтадан көмектесуім керек. Қазір бізде қоғамда шулап жүр ғой бәрі, біресе буллинг, біресе суицид, біресе педофилия деп. Соның негізгісі бәрібір ол мұғалім емес, мектептегі психолог емес, ата-аналарға тікелей шығу керек. Ол енді білмедім, енді білім министрлігі ма, ағартушылық жасайтын тағы бір департамент бірдеме бар ма? Тікелей не дегенде, отбасыда не көрсең, отбасыда әкесі ішіп жүрсе, боқтап жүрсе, шешесі жылап жүрсе, бетін тырмалап жүрсе, бұл қандай балапан болады? Сондықтан қазір біз әке-шешелеріне психологиялық тренингті тікелей беретін болсақ, мектептегі буллинг азаяды. Буллинг дегеніміз не нәрсе? Қарапайым сөзбен айтқанда, әкесі мен шешесі күнге төбелес жүреді. Енді көбінесе әкесі жұдырықпен.
әкесіне әрине қыз болсын ұл болсын ашуланады, бірақ оларға қарсы шыға алмайды ғой. Сонымен мектепке келеді де іштен толып тұрған қазан, мына жерде былш етіп қыз қызды ұрады, ұл ұлды ұрады, міне сізге буллинг басталды. Сонда біз үйдегі агрессияны тоқтатсақ, мектептегі агрессия өзімен өзі басылады. Ол қазір мектептің директорын өлтірсек те, мектептің психологын жұмыстан қуып жіберсек те, буллинг бүгін ертең тоқтамайды. Буллингтің бастамасы дәл мектепте емес, оның бастамасы Қайнар бұлағы үйінде жатыр. Ана ханым, енді Мен сізді ары кетіп қалып ары отырмын ба? кетіп қалдық, иә. Психоаналитик, психотерапевт, психосоматолог. Осы маман иелерін, бір ара жігін ажыратып беріңізші. Көпшілікке түсінікті болу үшін. Көрдіңіз ба, сіз қазір міне сіздің де психологиялық сауаттылығыңыз осыда. Сіз айтқан 3 мамандық. Біз мен ректор болып жүрген кезде, психоанализден әкелген кезде, осы Мұратбаева Мақатаева бұрышында студенттерді шығарып қойдым, ручка қалам беріп. Ары бері өткен адамдардан сұраңыздаршы. Психиатр, психолог, психотерапевт, психоаналитик. Төртеуін біле ме? Аузын енді ашқаннан ойбай біз псих емес деп қашқан неше қазақ бар сол кездерде. Көрдіңіз ба? Сонда сол 4 негізгісін білмейтін еді адамдар. Ал қазір сіз оның ішіне психосоматологты кіргізіп тұрсыз. Енді біз айтайық, психотерапевт, ол медициналық психотерапевт. Ол бөлек болып тұр. Біздерді, психоаналитиктерді психотерапевт деп атайды. Бірақ біз сонда психоаналитикалық психотерапевт боламыз. Айырмашылығы неде? Біз сөзбен емдейміз. Білесіз ғой, сөзбен өлтіруге де болады, емдеуге де болады. Ал медициналық психотерапевттер, олар дәрі-дәрмекпен емдейді. Біз көбінесе сөйлесеміз, медицинадағы психотерапевт сізбен кішкентай ғана сөйлеседі, одан кейін рецепті жазып шығарып салады. Психиатр дегеніміз психикалық аппараты мүлдем бұзылып кеткен адамдармен, ыдырап кеткен адамдармен жұмыс істейді. Ал біздер бәріміздің негізгіміз психия болып тұр ғой. Психия деген білесіз, ол жан деген. Ауырса да, ауырмаса да, сау болса да, сау болмаса да, әрбір адамда жан бар. Сол жанның ар жақ бер жағынан оның саны мен сапасына қарай бізде бөлініп жатырмыз. Сонда біздер психоаналитиктер психикалық аппараты әлі сау, бірақ сынайын құлдырайын деп тұрған адамдармен, өзін өзі саналы түрде білетін адамдармен жұмыс істейміз. Ал психиатр енді қарапайым айтқанда жындылармен жұмыс істейді. Бірақ бізге келген адамдарды да шартты түрде жынды деп айтуға болатын шығар. Не дегенде олар өздері келеді. Осы мен жын ұрайын деп тұр ма, осы мен көзіме бірдемеде елестеп тұр, бір үнді естіп жатырмын, бір бейнені көріп жатырмын, бірдеме деп келеді. Бірақ оның сау жағы көп. Көрдіңіз бе, менің 5 саусағым деп айтайық, соның біреуі сау емес. Бірақ мына жағы сау ғой. Сонда сау жағымен жұмыс істеймін да, мына сау емес жағын емдеу керек қой. Сонда солар келеді. Ал психиатрға кейде енді ауырайын деп тұрған адамдарда олар болады. Неге? Не дегенде, психосоматологқа енді өтейін деп тұрмын ғой. Кейбір адамдардың ойлау деңгейі әртүрлі. Кейбір адамдардың ойлау деңгейі ол конкретное мышление деп айтамыз. Нақты. Мысалы, мынау стакан ба? Болды, бұл тек стакан. Басқа ештемесі жоқ. Мысалы, мен сол адамға бір клиентпін, қазір мысалы келтірейін. Мен мына 30 кило жүкті қалай түсірем, мына 30 кило артық салмағыммен қалай күресем, айтыңыз, апай, айтыңыз деп қоймайды. Сонда, қарныңыз ашып тұр ғой менің нұсқауларым, бұйрықтарыма десем, жоқ апай, сіздің орталықтың қасындағы торговый центрден қазір ғана тамақтанып алдым. Түсіндіңіз ба? Ал екінші клиентмен дәл солай айтсам, ол айтатын еді, апай, қарным ашып тұр ғой, айтсаңызшы айтатын сөзіңізді, мен сізді тыңдайын да соны жасай салайын деп. Бұны біз символикалық ойлау деп айтамыз. Сонда мынау стакан тек стакан емес, бұл үй бола береді, бұл тағы да ашқазан бола береді, жұбайың да бола салады, тағы бір. Мынаған қарап тұрып елестетіп көрші деп айтамыз. Жаның қандай? Жаныңда мынандай қара краска көп па, ақ краска көп па деп. Мына стаканға қарап адам айта береді. Бірінші адам айта алмай қалады. Неге ол нақты сондай ойлау жүйесі? Ол әлі бала деңгейінде, бала позициясында қалып кеткен, ойлау жағынан. Болмаса белі, денесі, бәр жағы, жыныстық қатынасы бәрі өсіп кеткен нәрсе. Сонда психоанализге келетін адамдар ойлау жүйесі символикалық деңгейге көтерілген. Мысалы, Абайдың қара сөзін айтсам, ол бір деген іліп кетеді, екеуміз қалқып жүреміз ғой символикалық деп. Ал жаңағы нақты ойлау жүйесі, конкретное мышление, олар қалқи алмайды ана жақта. Оларға нақты керек. Мына ауырды ма, онда дәрі керек, укол керек,
сөз керек, массаж керек денесінде. Сома дегеніміз ол дене. Сонда олар ана дене деңгейінде олармен жұмыс істеу керек. Ал бірақ екеуміздің ұштасқан жеріміз психосоматика деген жеріміз психи. Ана қазақтардың мақалы 1000 жыл бұрын айтқан шығар соны. Қай жерің ауырса, жаның сол жерде. Сонда біздің жанымыз бүкіл біздің денемізде тұрған болып тұр ғой. Сонда психи деген жан, сома деген тән. Сонда шәкәрімде де бар ғой, жан мен тән, ерлі қатын дегендей. Сонда жаның ауырса, тәнің ауырады, тәнің ауырса, жаның ауырады, екеуін біріктіріп қасыр. Сонда бұрын психосоматик дейтін еді, енді қазір психосоматолог деп, ол да бір жаңадан, білмеймін, 5-6 жыл болғанша бары жоқ пайда болғаны. Бұрын ондай сөз түгімен де атымен де жоқ еді. Қазір енді бұл жаңа мамандық болып шығып жатыр. Сіз шәкәрімді рухани ұстаз тұтасыз, Мен диссертация және жаздым диссертация ғой. Мені қорғағансыз. қазақ қылған адамның бірі сол шәкәрім ғой. Шәкәрім. Шәкәрім болмаса мен қазақ болмайтын ба едім ғой. Мен ол кісіні былай оқитын едім ғой. Әріппен дыбыстап. Мысалы демеу деген Шәкәрім шығармашылығы сөздің туралы айтыңызшы. Шәкәрім шығармашылығындағы мен шәкәрім психология туралы, туралы. қазір қартайған сайын, жаңа бағана бір сұрадыңыз ғой, қазір не істеп жүрсіз, неше жылдан жүрсіз. Сол қартайған сайын мен кітап жазғым келіп жүр, мақала жазғым келіп жүр. Сол андай кішкентай кішігірім мақаланда бір жерде баяндама жасағам, сонда шәкәрім мен психоанализді ұштастырып тұрмын. Мен диссертация жазған кезде мен ол кезде психоанализді білмедім ғой. Бірақ қазір психоанализді білемін. Енді сол психоанализ тұрғысынан шәкәрімді ойласам, көп нәрсе бар. Соны енді қайтадан жақсылап бір оқулық па, оқу құралма, жақсылап бір кітапша шығару керек. Шәкәрімді мен не үшін жақсы көремін, не үшін сыйлаймын? Өте дербес болған адам. Психоанализға келген адам ертеме кеш өте дербес болады, тәуелсіз болады. Сондай тәуелсіз болғанда ол Құдайға да сене алмай қалады, Құдайдан да тәуелді бола алмай қалады. Менің біраз клиенттерім хиджабпен келеді, біз бәрін қабылдаймыз ғой, көмектес деген адамның. Біраздан кейін хиджабты шешеді. Не дегенде Құдай оның ішінде. Мысалы, ұрлама, соқпа, боғауыз айтпа, арақ ішпе, ғылыммен шұғылдан, тағы соның бәрі ол іштегі нәрсе ғой. Ол сыртта киім кигеннен ол пайдасы не бар екен. Сондықтан олар құндылық ауысады. Сырттағы құндылық, ана 5 рет жығыл намазға, орамалды тағып ал, сақалыңды үйтпейт дегеннің барлығы ол сырттай қалады да, бірақ іштей. Білесіз ғой, қазір хиджаб киіп жүріп, неше түрлі жаман нәрсе істеп жүрген әйелдерді кездестірген шығарсыз. Сонда ішкі құндылық. Ол енді өзімен өзі дербес адам, тұлға алдай алмайды. Онда өзін құрметтей қалады. Өзін сыйлаған адам ешқашан жаман сөз айтпайды, жаман іс-әрекетке бармайды. Сондықтан психоанализ іштегі қара бояуды күніге жуып, ана қап-қара қазанда кейде тазартып қоямыз ғой. Сонда бірақ қиын енді жұмысы, бірақ сондайға жеткізуге болады. Айталдым ба сізге? Ойыңыз өте жақсы. Сонда шәкәрімге қайтып келсек, шәкәрімнің де айтқан ойы сол ғой. Түсінбесе де, білмесе де, кейде ашулармен, кейде күшпен дәмін татқыз деп тұр ғой. Сондықтан мына психоанализ, мен сол шәкәрімнің көп ақыл ойын өзім психоанализімге алып келіп тұрамын ғой. Сонда көрдіңіз бе, кейде мен ешқашан 45-ке дейін қатын деген сөзді айтпаған едім. Бірақ сол ток-шоуларға барып жүргендегі мен түсінген сабағым, қатын жайлап айтсам, бір дегеннен просмотр ма, қазір просмотр дейміз, сонда көбейеді екен. Сонымен өзімді жорлап жүріп, бірақ қазір енді 30 жылда үйреніп кеттім енді. Қатын жайлапты айта беремін, су ішкендей. Сонда ол да сол шәкәрімнің маған берген ақылы. Зорласаң да, күштесең де, бірақ сол жақсылықтың бірінші дәмін татқыз. Дәмін татпасаң, ол адам білмейді. Менің бүгін бір клиентім мысал келтірді. Мангустин деген нәрсені білесіз ба? Міне, көрдіңіз бе? Сауатты, 21 ғасырдың жігітісіз, маманның иесіз. Білмейсіз мангустин не екенін. Сонда қазақтарға менің психоанализім сол мангустин сияқты ғой. Мангустинді білмегендіктен сіз өтіп кетесіз. Бізде 20 миллион адам болса, көбісі өтіп кетіп жатыр полкада, мангустин тұрған жерден. Жарайды, кейбіреуін тоқтатып, қолына берем. Не беле деп тұрады. Одан кейін ішін ашып көрсетем. Ойбай, мынау чеснок қой, жоқ деп. Ол чеснок емес, ол түрі чеснокқа ұқсаған. Ішін ашсаңыз, қазір бәр жерде сатылып тұр. Жеп көрсеңіз, білмеймін енді, зәмзәм су дейсіз ба, нектар дейсіз ба, құдайлардың тамағы дейсіз ба, аузыңызда өзімен өзі еріп кететін нәрсе, тамаша нәрсе. Міне сонда психоанализ жолы, психоанализбен қалай келу керек. Сонда шәкәрімнің дәмін татқыз деп тұр ғой. Сонда ашып мангустиннің дәмін бүгін алып бала шағаңызға кешке апарып беріңіз. Риза болады ғой. Жақсы. Ана ханым, сіздің ойыңызбен келсем, бірақ мен мына жерде бір екінші тараптың
сөзін айтқым келіп отыр. Сіз жаңа сөз барысында мына хиджаб шешіп кетеді немесе намаз деген сияқты. Жалпы өзім діндар адам емеспін, бірақ дегенмен қоғамдағы діндар адамдардың осы арқылы біз шеттетіп отқан жоқпыз ба, және оны құқығын таптап отқан жоқпыз ба деген сұрақ туындайды. Мен былай ойлаймын. Яғни сіз өзіңіздің ойыңызды осы азаматтарға тиіспей жеткізуге болар ма еді? Тиіспей жеткізуге болғанда, мен бұлармен бұрын, мысалы 15 жыл бұрын олар мүлдем маған жақындамайтын еді. Ток-шоуда, радио-шоуда сол сақалды еркектер, шалы болсын, еркегі болсын, аямай мені жаңа қатын жәлетіп айтатындар сондай. Хабардың басқа бір нәрсесін көрсеңіздер, соны табасыздар. Сонда іштей ренжитін едім, сырттай оны көрсететін едім. Сіз өзіңіз молда болып тұрсаңыз, имам болып тұрсаңыз, сақалыңыз болса, сізден үлкен адамды, сіз әйел адамды, сіз қандай мына жаман сөз айтып тұрсыз қазір? Сонда мен қалай сізге сене аламын, діндар адам деп? Діндар адам меніңше басқаша, ішіндегі бір ақлақ деген нәрсе бар, нравственность деген. Сол ақлақ деген жоғары болып тұру керек. Ол мына ток-шоуда нені көрсетіп тұр? Сонымен ток-шоудағы 100 адам болса, оны 3-ке бөлетін едім. 3-тен бірі мені қолдайтын жақсы жастар деп айтайық, алға жүрген жастар. Бірден 3-і олар нейтральная позиция, арыда берді білмейді әлі. Бірден 3-і жаман сөз деген кетеді ғой, алайд, қарайд деген сондай. Ол кезде олар менің мүлдем психоанализіме, кабинетіме, психоанализ орталығына, институтына жоламайтын еді. Бірақ бір 10 жылдың көлемінде олар келе бастады. Бізде көрдіңіз ба, адамды өлтірген болса да, педофил болса да, бірақ маған келіп көмекке жүгініп тұрса, мен оған міндетті түрде көмектесем. Тарихқа үңілсем, біздің идеология, өкіметтің идеологиясы тарс төмен түсіп кетті. Бос жерге білесіз ғой, свободное место. Бос жерге басқа идеология келді. Сонда біз барлығымыз кеңістік кезіндегі мамамызды, отанымызды жоғалттық қой. Ол депрессия. Депрессияда жүрген ата-ананың ұлдары, қыздары депрессияда туылады. Депрессия кезінде адамға көмек керек. Сонда міне Құдай ата шықты, сонда ислам шықты, христианство шықты. Сөйтіп көп адам соларға кетті. Ал енді бір 10-15 жыл өткеннен кейін бұл бәрібір оқымысты адамдар. Ол тек қарапайым түкті білмейтін адамдар емес, ойланатын адамдар. Сонда соның ішінде ойланатын адамдар енді қайтадан біз жаққа психологтарды, психоаналитиктерді іздеп қайтып бастады. Неге ол кезде кетті көп жастар, әсіресе студент кезінде үлкен сыныпта кетіп жатыр. Сонда менің түсінгенім, енді кабинетіме келгендерден, әкесіне деген сенімсіздік. Құдай ата деген, ол бәрімізге ортақ ата. Ол бір мінсіз ата ғой. Сонда маған сондай ата керек, маған сондай әкелік фигура керек. Сондан Құдайға кетті. Не дегенде шынымен әкесіне қараса, маскүнем, нашақор, жалқау, ақша таппайтын, оны қалай сыйлай алады ол әкесін? Сонда ана символикалық ойлау ниеті бар адамдар символикалық атаға, Құдай атаға қарап кетті. Ал бірақ енді қазір заман өзгеріп жатыр, қарнымыз тойып жатыр, ана ішкілік жасаған әкелер қазір молда сымақ болып жатыр, сәл өзгерді өзін. Сонда енді онда өзім ішіме қарайыншы. Онда неге мен әлі осындаймын деп түсіндіре алдым ба сізге? Түсініп тұрмын, иә. Сонда менің бағанағы айтқан психологиялық трендтерім, қайтадан сол әкелеріне біз психологиялық трендті берсем, әкесіне сенімдікті жоғалтпаған бала, ол дербес болады. Әрине Құдайына сене берсін, Құдайына сенеді, бірақ әрбір адамның Құдайы басқаша ғой. Қазір көбінесе адамдардың түсінетін Құдай, ол бір үлкен қап-қара полицейский ғой. Тек ұрады, тек соғады, ананы жасама, мынаны бүйтпе, үйтпе, сөйтпе. Тек тыйым арқылы, тек бұйрық арқылы. Бірақ ақлақи позициядан алатын болсақ, Құдай ата ол мүлдем басқа нәрсе. Ол іште болатын нәрсе. Әркімде өзінің Құдайы болу керек. Ол жалпы бір космоспен қазір бар ғой, квантовая физика, квантовая психология. Сонымен салыстыру керек шығар. Кезде біз жаңағы нақты ойлайтын адамдардың деңгейінде Құдай ата тек қап-қара киім киіп алған, үлкен таяғы бар, сондай ата болып тұр ғой. Енді біз діни сенім туралы бұрыс дұрыс деп баға бере алмаймыз. Бірақ қараңызшы, қоғамда психологиялық сау дін ұстанатын азаматтар бар ма? Әрине, көрдіңіз бе, шартты түрде біздің барлығымызды сау деп айта алмаймыз. Қазақша қалай жақсылап аударамыз? Все мы здоровые невротики. Бәріміздің жанымыз болғандықтан, білесіз ғой, бір атом насыбайға көңіл қалады. Сондықтан жаны ауырмайтын адам жоқ. Ал жанымыз деген бұл психика, ғылыми тұрғыда. Сонда сау адам жоқ.
Енді жаңа психология мен дін туралы айтып жатырмыз ғой. Екеуінің басын ұштастыруға бола ма? Иә, болады ұштастыруға. Не дегенде имам болсын, молда болсын, поп болсын, епископ болсын, біздер психоаналитиктер жылап келген адамға біз көмектесуге дайынбыз. Осы біздің ұқсастығымыз. Сонда сол ұқсастық туралы көбірек айту керек қой. Ал енді айырмашылығы, молдалар мысалы леп белгісін қолдана алады. Ұрлама, соқпа, алдама, шықпа, барма. А біздер леп белгісін ешқашан қолданбаймыз. Бізде сұрақ белгісі. Барғың келе ма? Қалайсың ба? Үйтсең қалай болады? Оңға барсаң қалай болады? Тоқтап тұрсаң не болады екен? Адам өзі сол сұраққа өзі жауап тауып, сонда өзінің дербестігін біз көмектесеміз нығайтуға. Адамға психологтың көмегі қажет екендігін оның қандай іс әрекеттерінен, белгілерден білуге болады? Біріншіден бізде еркіндік, бостандық. Бармаймын десеңіз, ешқашан ешкім сізді зорламайды. Екіншіден, көрдіңіз бе, психологиялық мәдениет, ана душқа барғандай ол. Бәрібір қаладағы мегаполисте тұрған адам енді айына емес, аптасына ең болмаса бір рет жуынады ғой, өзін өзі жақсы сезінбей қалады ғой, жуынбаса. Ал психология дегеніміз, оның әртүрлі болғанымен, ол сол жалпы ішін тазалау. Психологиялық душ, психологиялық ванна, психологиялық сауна, психологиялық монша. Сонда қаражатыңызға қарайсыз, ішкі мәдениетіңізге қарайсыз, одан кейін қай деңгейде кір болып кеттіңіз, соған қарайсыз. Қай деңгейде кір болып кеткенін қалай білуге болады? Адам өзі сезінеді ғой. Өз-өзіне есеп береді. Иә, үйден шықпай қалады. Ештемеге қызықпай қалады. Көңіл күйім жоқ. Үйден шыға алмаймын, жұмысқа бара алмаймын, шайды құя алмаймын. Менің бір клиентім баяғыда 2 жыл үйінде жатты ғой, үйден шыға алмай. Сонда әрине оның ағасының, інісінің, мамасының жаны ашиды. Қасына әйтеуір бір стакан сумен бір турам, бауырсақ тапса бауырсақ, ол кезде қиын еді ғой бауырсақтың өзі. Әйтеуір бір турам нан қойып кетеді. Сонда соны ішіп, туалетке барып келгенім соның өзінде күші жоқ еді. Әйтеуір 2 жылдан кейін жетелеп менің кабинетіме келіп, кейін шауып кетті. Сондықтан ол түсініп тұр ғой. Бірақ сонда баруға, іздеуге шама жоқ болып тұр ғой. Сонда оның қасындағы адамдар қайда? Кейде сөйтіп қасындағы адамдар көмектесе алады. Сол мен бағанағы диаген ретінде іздеп жүрмін. Әрбір қазақтың отбасында бір адам керек маған, бір шәкірт керек деп. Осы өкпе, реніш адамның өміріне қалай әсер етеді? Біз тірі жан болғандықтан барлық сезімнің жиынтығы біздің ішімізде. Өкпелемейтін адам жоқ, ашуланбайтын адам жоқ. Біз бәріміз дәретханаға барамыз ғой сонда. Неше түрлі жаман нәрсені қалдырып кетеміз. Сонда психологтың кабинетінде де сол жаман эмоцияларды біз қалдырып кетуіміз керек. Біздің кабинетке келгенде енесін жақсылап сабалап алады, күйеуін жақсылап төбелеп алады. Кейде сөзбен, кейде ойдағы бейнесімен. Одан кейін үйіне барып, енесіне, күйеуіне жақсы шайын құйып отыра береді. Толыққанды жазыла ма ол? Толыққанды жазылады, жағдай өзгергенше. Мысалы, уақыт керек, иә, қыздың бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады дегенде, ол қыздың функциясын білгендіктен жақсы қыз болып жүр. Енді ол психологқа келсін біраз, енді әртүрлі бар ғой, ұшқырлар бар. 1-2 сағат сөйлессең болды, жан түсініп кетеді. Кейбіреумен ол мыжың отыру береді, иә. Сонда әйел дегеннің, келін дегеннің қызметі мынандай екен ғой деп соны түсінеді, қызыл шайын жақсылап құяды, міне біраз уақытқа сол жетеді. Ал енді бала туылды, шырылдайды, ұйықтатып бермейді, ана бұрынғыдай күйеуін құшақтай алмай қалады, енесіне үлгере алмай қалады. Сол кезде ол қайтадан бару керек. Қайтадан оны түсінді ме? Сондай. Жақсы. Енді отбасылық қарым-қатынаста болсын, жалпы әріптестермен қарым-қатынаста, қоғаммен қарым-қатынаста осы жеке шекараны қорғау деп бір көп айтып жатамыз. Осы жеке шекараны қалай қорғау керек және қалай қалыптастыру керек? Оны кішкентай, бала бесіктен деп айтамыз ғой, баланың басынан деп. Сол кішкентай кезінде, мысалы 1-1,5 жасқа дейін балапанға бәрібір. Мына дүниеде не болып жатыр? Шешесі болса, сүті болса, құшағы болса, болды. Ал бірақ 2-3-ке келген балапан тек еңбектемейді, ол ары бері жүреді. Ана жерде ойыншықтар бар екен ғой, мына жерде бір кішкентай тағы балдар бар екен ғой. Маған дос керек екен дейді. Оның өзінің мен дегені пайда болады. Мысалы, күн ыстық болса да мен жақсы көріп айтатын мысалым, шілде айы Алматыда шуба киемін дейді ғой кішкентай балапан. Сауатты мама, онда жарайды, кисең бе, кие ғой дейді. 3-ші этаждан төменге түсем дегенше терлеп тепшіп, болды мама, енді кимеймін дейді. Сонда мамасы оның мен дегенін, оның ойын, оның пікірін сыйлады, мәс саған керек па деп. Өзі түсініп тұр ғой. Екінші психология сауаты жоқ мама не дейді? Ұрып соғады да, не деген жын ұрған, не деген шуба қасқайға датауына айтып кетті ғой. Сонда бірінші балада
мына жерінде күн шығып тұр, өлең айтып тұр, гүлдер шығып тұр, а екінші балапанда қар, боран, ашу. Сонда мынау қандай әйел болады, екіншісі қандай әйел болады. Мынау қандай әке болады, екіншісі қандай әке болады. Сондықтан баланы басынан деп сол бесіктен сол кезде әке шешелер үйрену керек. Тағы да әке шешеге келіп жатыр бұл Иә. жерде. Ал енді бізге келетін клиенттер, ол кезде олардың әке шешесі 80-ші, 90-ші, ол кезде ондай қайда сауаттылық жоқ. Сонда бұлар енді өзіне өзі әке, өзіне өзі шеше болады. Сонда қайтадан ойша бізбен бірге өзінің балалық шағына барады. Кукли Барби әпермеген ешқашан, жылаған. Жарат бара ғой, мен өзім жақсы көрем. 3 жыл, жаңа жылға 3 жыл өзім барғам. 3 күн подряд. Неше түрлі ойыншыққа тойдым ғой, біздің кезде болмаған ойыншыққа. Соған клиенттерімді жіберем. Барсаңызшы, ұят емес па? Көріңіз, тойып алыңыз, сіздің көзіңіз тою керек, өзіңіз тоясыз. Одан кейін сатып алыңыз, жарайды. Бір күн өзіңізді түнесін, бөлмеңізді. Одан кейін немереңіз бар емес па? Одан кейін басқа бір туған туысқан бар емес па? Біреуге сыйлық бере саласыз. Біреу жылайды, Адидас, ешқашан кимегем Адидас. Бәрі киген, мен кимегем. Енді өзіңіз айттыңыз ғой, бизнесмен. Адидастың елі қайда, мен өзім білмеймін дедім. Бірді мен айтты. Сол Швеция ма, Франция ма, барсаңыз, ендігіде сол Францияға ма бардым, әйтеу Адидастың фабрикасынан киімін киіп келдім. Міне көрдіңіз бе, сонда ана жылы әкесі мен шешесі жасамаған жақсылықтарды қазір өзіне өзі жасайды. Өз-өзіне жасайды. Иә. Өзіңізге өзіңіз әке боласыз, өзіңізге өзіңіз шеше боласыз. Ал ана тырысып бүрісіп жүре берсеңіз, онда өмір бақи тырысып бүрісіп жүре бересіз. Тағы да менің осы айтатын ақылдарым, әке шешеге өкпемен ашуды тоқтату үшін. Көрдіңіз бе, эмоциялық тұрғыдан көр әке шешеңіз, эмоциялық тұрғыдан соқыр әке шешеңіз, эмоциялық тұрғыдан қолы жоқ әке шешеңізден неге маған Шопен керек деп талап етесіздер. Бүгінгі психологиялық мәдениет соған маған Шопен, маған Бетховен керек дейді. Әкеңіз бен шешеңіз ол деңгейде болған жоқ қой, оларға қара терін төгіп, тек сізге қап-қара нан болса да әкесі болды ғой. Бәріңіз білесіңіз шығарсыз қазір Маслоудың пирамидасын. Мен қазір не үшін қуанамын, неге сізді мені шақырып тұрсыз? Бұрынғы жылдары сол тек қарны тойса болды деп жүрген қазақтар бүгін қарны тойды, үйі бар, орамалдары бар, сақиналар бәлігі бар. Бірақ енді жанның қажеттілігі. Міне сөйтіп басқа елмен, біздің жақын елмен салыстырсаңызшы, мысалы өзбектермен, түркменді біратала білмеймін әлі. Бірде-бір психолог деген түркменнен кездестірген жоқпын. Бір түркменді тауып алдым, оны Кипрде ма басқа жақта жүр екен. Сонда маған қызық, мен оларды шақырам ғой, бізде орталық Азия психоанализ институты. Мен тек қазақтарға емес, басқаларға да көмектескім келеді ғой. Өзбекстаннан да бірең сараң адам. Сонда деп оларды аяуға болады, деп біздің қазаққа қуануға болады. Біз ана пирамидадан төменгі қажеттіліктің бәрін толтырып, енді тек жанның қажеттілігіне келіп жатырмыз, Сондықтан әрбір бұрышта бізде қазір психологтың кабинеті болу керек. Мен кеше бір осындай подкастқа барғанда бір бұрышта айналып шықсам, бір бұрышта 5 дәріхана, 3 сұлулық салоны, бірақ психологтың кабинетін кездестірмедім. Ол тұру керек сол жерде. Көрдіңіз бе? Алдағы уақытта солай болуы мүмкін. Мысалы, психологтардың кабинеті кез келген адам барады, 1 сағат, 2 сағат сөйлеседі. Әлі біз сондықтан саны көбейіп жатыр, бірақ соған да жеткен жоқпыз әлі. Мынандай дәріханаға ұқсап. Көрдіңіз бе, сіздің жаңа психосоматолог дегендеріңіз, соматический пациент дегеніңіз, мен дәріхана. Не дегенде сол нақты ойлайтын адамдар өте көп. Сондықтан 5 дәріхана бір бұрышта. Сізбен осы жерде келісуге болады. Және жаңа айтып отырсыз, біз визуалды түрде елестететін болсақ, әрбір бұрышта қолжетімді психолог деп. Бірақ сол қазір реалды әлемде болмаса да, виртуалды әлемде былай бар. Белгілі бір психологтар кәдімгідей өздерінің курстарын жүргізіп, немесе тікелей эфирде, рейлс арқылы адамдарға насихат айтып жатыр. Бірақ бұл жерде жаңағы сіз айтып отқандай көбеюі жақсы, бірақ сауатсыз психологтар, яғни адамға бір дұрыс емес ойды, дұрыс емес дәнекті сеуіп қоюы мүмкін бе? Көрдіңіз бе, біз бәрібір нарықтық экономикаға келдік қой. Нарықтық жағдайда сұраныс болса, сонда ғана психологтың саны мен сапасы көбейеді. Қазірше бізде сұраныс бар санына. Онлайн жақсы болды ол да. Бірақ енді сол сұраныс болу керек сапасына.
Сондықтан бір жақтан бізде этикалық кодекс деген нәрсе бар. Бізде психоанализ қауымдастығында этика деген нәрсе бар, оның кодексі бар, оны жылда талқылаймыз. Не дегенде сен мынаны жасамауың керек, мынаны алдамауың керек, мынаны білуің керек деп біз оны үйретеміз. Сондықтан екіншісі шарты біздің жақсылап маман болу үшін супервизиядан өту керек. Мен мысалы кеше бір жігітті қабылдадым, ол жігіт былай айтты, мен оған былай айттым, ертең келгенде мен не айтуым керек деп, мысалы менің шәкірттерім маған басқа мұғалімдерге келіп тұрады. Ал одан алдын 600 сағат жеке терапия. Мысалы тіс дәрігері өзің барлық 32 тісін емдеп алмаса, аузынан жаман иіс шығып тұрса, ол қандай тіс дәрігері? Етікшінің өзі жаман етік киіп жүрсе, ол қандай етікші? Шаштараздың өзінің шашы жақсылап жылтырап тұрмаса, ол қандай шаштараз, қандай маман? Сондықтан біз айтамыз, клиент қабылдаудан алдын 600 сағат жеке терапияңды бастай бер. Міне одан кейін ғана 600 сағат жеке психоанализ, 250 сағат супервизия, 1000-нан асқан теориялық сабақтар, семинарлар. Міне одан кейін сен біздің психоанализ қауымдастығының мүшесі боласың, оған кандидат боласың. Одан кейін кабинетіңде психоаналитик деп жаза аласың. Біз бір дегенне жазған жоқпыз. Біз қазір рұқсат бермейміз. Бірақ көбіне біз қандай рұқсат береміз? Оқудағы психоаналитик. Ол шындық. Ол психоанализді оқып жүр. Бірақ клиентке де ол бір дегенне шындық. Ол Анна ханым емес, оқуын бәрін бітірген. Ол бірақ Анна ханымның шәкірті, оқудағы психоаналитик. Психологтардың этикалық кодексі деп айттыңыз ғой. Бізде бар сол. Бар, соның ішіне осы кіреді ғой. Оған негізгі критерийлеріне. Психоанализдің этикалық кодексінде, бірақ қызық болса, мен оны сізге тағы бір өте қызық. Бір дегенде шынайылық. Біз ешқашан алдамаймыз клиентті. Мен оқудағы психоаналитикпін да, шындықты айтуым керек. Мен оқудағы психоаналитик, мен әлі оқуымды бітірген жоқпын деп. Одан кейін біз туған туысқандарды қабылдамаймыз. Не дегенде мен оған тек келін, мен оған апа, мен оған әжетай, мен оған көрші, мен оған ешқашан жақсы психоаналитик маман бола алмаймын. Маман дегенде бағана айтып кеткен, жеке шекара болу керек. Мен өзімнің балдарыма ешқашан психоаналитик бола алмаймын. Бірақ психоанализді білетін мама, бірақ мама негізгісі зат есім мама болып тұр. Сондықтан бұл. Ал одан кейін мен өзім күйеуіммен ажырасып жүрсем, ажырасайын ба деп ойланып жүрген адамға мен бір дегені шындық, бағана бірінші шындық жоқ, мен сізбен жұмыс істей алмаймын, бірақ менің мынандай әріптестеріме барыңыз дейсіз. Одан кейін өзі кәрі қыз, әлі бай жоқ, бала жоқ. Ол қалай үйленген адамдарға, ажырап жатқан адамдарға, бала таба алмай жүрген адамға ол қалай көмектеседі? Оның білімі бар, теориясы бар. Бірақ біздің талап етеміз бағанағы 600 сағат емес пе, 6 жыл жатып, күшеткада өзіңді зерттеп. Сонда неге күйеуге шыға алмай қалдың? Неге бала таба алмай қалдың? Соның бәрін білгендіктен ол шын айтады. Жоқ, мен сізбен жұмыс істей алмаймын деп. Ал енді оның алдындағы тұрған алтын қағида бізде ол құпиялылық. Кім келсе де бізге әйтеуір бір телефон керек. Айдарсыз ба, жайдарсыз ба, өзіңіз бір атты маған айтасыз. Ол шынымен Нұрлан ба, шынымен Ерлан ба, маған бәрібір. Бірақ маған Нұрлан деп айттым, Нұрлан телефонымдай болды. Қай көшеде тұрасыз, қай қалада тұрасыз, қай жерде жұмыс істейсіз, Каспий банкыңызда неше ақша, оның барлығын біз сұрамаймыз. Бірақ біздің сұрайтынымыз, Анна ханымға мынанша ақша, шәкірттеріне мынанша ақша, қайсысын, қалтаңыз қандай деп, оған көмектесеміз. Бірақ құпиялылық. Біз тарихтарды жайладық. Жаңада мен сізге неше түрлі тарихты айттым ғой, бірақ ол қай қаладағы, жасы қашан, мен онымен қай жылдар жұмыс істедім, мен сізге айтқан жоқпын ғой. Бірақ тек мәнін айттым, сөздің мәйегі. Мынандай проблема болған еді деп. Түсіндіре алдым. Түсіндіре алдыңыз. Өте өзекті курсына шақырып кетемін деп осы. Өте өзекті, актуал тақырыпты қозғадыңыз. Енді осы сұрақтың төңірегінде. Енді сол клиентке айтатыным. Сіз клиент ретінде психологты іздегенде ұялмаңыз, сіз бір дегенде сұраңыз. Жеке психоанализіңіз бар ма? Жеке не топтық супервизиядан өттіңіз ба? Теориялық сабақтарыңыз неше? Қай психоанализ институтын бітірдіңіз деп. Мен сонда білесіз. Гүлдөбе подкаст. Егер өздеріңізге сенімді логистикалық компания іздесеңіздер, Fastex логистикалық компаниясымен бірге жұмыс жасаңыздар, біз әртүрлі жүк тасымалдау, кедендік рәсімдеу, транзит, сонымен қатар экспорт және импорттармен де айналысамыз. Біз сапаға және уақытқа жұмыс жасаймыз. Кейбір кісілер болады, мысалы, тендермен айналысатын кісілер, ол кісілерге өте тиімді уақыт аралығында әкеп беру керек, белгіленген бір уақыт аралығында. Біз соны қамтамасыз етеміз. Бізбен бірге жұмыс жасаңыздар, растамашкасымен қосып, доставкасын жасап береміз. Гүлдөбе подкаст.
оқымаған, оқыса да белгілі бір курстарды оқып алатын, семинарлардан қатысып, өзін психологпын дейтін адамдар көп қой. Осындай білімсіз психологтардың қоғамға қаупі бар ма? Біз алаңдататын дүние ма? Мен соған жауап алғым келіп тұр. Қаупі бар болса да, жауапкершілік клиенттердің өз мойнында. Көрдіңіз ба? Клиент өзі таңдап алады ғой. Мынаған неге бардыңыз? Сіз неге бардыңыз? Көріңіз, білмеймін, көз ұнады ма, сөз ұнады ма, оның дипломдары, мамандығы ұнады ма? Сонда мен оны таңдадым ба, жар таңдағандай ғой. Психоаналитик таңдау деген ол жар таңдағандай. Сондықтан өзім таңдадым ба, онда өзім былықтарға жауап беремін. Тек қана психоаналитик емес, жалпы психолог. Жалпы психологтың өзін де солай таңдау керек. Сіз бірінші әлеуметтік желіден көріп алсаңыз, ол психолог қазір тыр жалаңаш мына көрсетіп тұр ма? Бөксесін, кеудесін, онда ол қандай психолог? Психолог бәрібір әйтеуір бір жабық киімде болады. Одан кейін ол мынандай бір әшекейлерді тек сыртынан ғана байқасаңшы аватаркасы қандай. Сондықтан ол онда психолог емес. Бәрібір психолог бізге келген клиенттен сәл төмендеу болуымыз керек. Қараңызшы, психолог ешқашан өзінің пациентіне, клиентіне шешім айтпайды деп айтады. Шешім айтпаймыз. Иә, шешім айтпаймыз. Мысалы, жылап келеді. Үйден кетпесем бе, күйеуім ұрады, енемді қол көтереді, ой жаным ашып кетеді. Бірақ соның өзінде мен ойбай жинай қолда кет деп айтпаймын. Зерттейміз. Неге күйеуіңіз қол көтереді? Неге енеңіз айқайлап жатыр? Соның бәрін келгенде күйеуіне жаным ашып кетеді. Не дегенде ол ақша тауып жатыр. Шаршап келіп жатыр. Келе ғой құшақтайын сені десе, мына келін шаршадым, кет бірдеме деп тұр. Сондықтан, сіз жұбайсыз ғой, ЗАГСты қол қойдыңыз ғой? Сонда қол қойғанда сіз тек тамақ берем, 3 рет қол қойған жоқсыз. Төсек дедің, рахатты берем деп қол қойдыңыз. Неге онда? Одан кейін кетеміз соны іздеп. Сонда ол келіншек түсіндіре, жауапкершілік менің мойнымда екен ғой. Менің негізгі мақсатым бұздыру емес, мен сізді бұзыла береді ол. Менің негізгі мақсатым адасып жүрген, жылап жүрген, қателесіп жүрген адамда екеуін көмектесу керек. Мүмкін болса күйеуіңізді шақыра қойыңыз деймін. Күйеуі де жыл сөз айтпайды ғой, айналайын деген сөз айтпайды ғой. Кел қатеке жата қой деп айтады. Мына оған тырысып қалады. Иә. Өзін психологпын деп айтпайды, бірақ коуч деп айтатын инфлюенсерлер бар. Кезінде 100 жыл бұрын коуч дегендерде олар сол психоанализден бастағандар. Психоанализ, негізгі. Бірақ оларда этикалық кодексті ұстану керек па? Жаңағы сіз айтқан. Мен ойлаймын, әрбір мамандықта, әрбір кәсіпте болу керек. Сіз айтқан психологияның этикалық кодексін жаңағы коучтар ұстану керек па? Мен білмедім. Мен олардың мүшесі емеспін, олардың қауымдастығына кірмеймін. Бірақ әрбір қауымдастықта болу керек этический кодекс. Мысалы, мынандай адамдар бар да, сіз жаңа айтып отырсыз, әрбір адамды индивидуально қабылдаймыз және шешімді өзіне айтқызуға тырысамыз дейді. Бірақ интернетте танымал, өте бір аудиториясы көп инфлюенсерлер бар, коучтар бар. Олар жаңа біреу сұрақ қойса, оған келеке ету, күлу арқылы, оны төмендету арқылы және 100% пәтуа айтқандай, яғни шешім айтқандай береді. Мысалға, ондай еркекпен тұрғаннан тұрмаған артық ажырас. Немесе ондай еркектің болғаннан болмаған дұрыс деген сияқты нәрсені айтатын коучтар бар. Дұрыс емес. Сонда олар коучтар өзіне не құдайдың, не соттың, не бидің қызметін алып алды ма? Ол ішіне кірген жоқ қой, не болып жатыр екен білмейді ғой. Әрбір дау-дамайда 1% болсын екінші жақта кінәлі болып тұр ғой. Күйеуін жамандап келген әйелдер ойбай мен 100% ақпын деп келеді ғой. Бірақ біраз сессия өткеннен кейін түсіне бастайды ғой. Болды, шекараны басып бөлу. Сондықтан ондай міндетті біз ала алмаймыз. Әрбір адам өзінің тағдырына өзі жауапты. Сондықтан сол коучтардан, білесіз бе, мен психоаналитик ретінде айтатын едім. Сол коучтар бейсаналы түрде садистік рахат алып тұр ғой. Олар ләззат алып тұр. Ана өзінің билігінен мен айттым ба, кет деп кетеді. Ана жылап тұр, оның өтіп бүйтіп. Сондықтан ол садистік ләззат. Біз садистік ләззат ала алмаймыз. Садистік ләззат дегенде мысық тышқан жылап жатыр, мысық қуанып жатыр. Біреуді төмендетуден, кемсітуден ләззат алу. Ол этикаға, мүлдем этикаға сәйкес. Кейде болады, шынымен де бір жаман нәрсені айтып тұрған, жаман қылықты жасаған адам болып тұрады. Бірақ соның өзінде
біз оған керек етпейміз. Анахам, сізге 1-2 видео қояйын, жаңағы психологтар талдап өтейікші осы бір әлеуметтік желідегі. Мен бұл жерде Кейін олар сұхбаттың қарсы сізге лақтырсын, мен емес. мен автор ретінде құрметті көрермен, менің мақсатым біреуді қаралау емес, жай ғана қоғамның алдында жүрген азаматтардың қоғам алдындағы жауапкершілігін түсіндіру мақсатында болып тұр. Яғни бұл дүние дұрыс па, бұрыс па деген дүниеге мен жауап бере алмаймын, журналист ретінде, бірақ біздің алдымызға психолог маман келіп отыр. Сондықтан сізден сұрау, мен ойымша, толық қақым бар деп ойлаймын енді бұл сұраққа жауап беру. Бірақ мен этика бойынша анау адам сізге рұқсат берді ма? Сөйтіп сұрайтын едім. Мысалы, менен бір журналист сұраған, Бишімбаевқа көмектесесіз ба деп. Өзі сұрап келсе, неге көмектеспеске? Бірақ келген жоқ қой ол кісі. Сондықтан мына кісі сізден көмек сұрап тұр ма? Көмек сұрап тұрған жоқ, бірақ бұл адам қоғамда енді қаншама аудиторияға информация айтып жатыр ғой. Сіздің интуицияңыз ол адам бір жерде бұрыс кетіп алады. Менің күмәнім бар сондай. Жарайды. Иә, мысалы мына үзінді алайық. Әлем халқының 50% аллергияға шалдыққан. Аллергия ауруы жалпы бұндай адамдардың өмірінде кішкентай кезінде 90%-ында ата-анасы көп ұрсысады. Кішкентай бала іштей ата-анасына қараған кезде олар бәрі бір жанұя ғой, бір тұтас бір бөлік. Енді бұдан бөлінеді, мамасы бір жаққа көзқарасы өзгереді, папасы өзгереді. Сөйтіп бала іштей отырады да оның әлемі екіге бөлінеді. Ол бала өскеннен кейін іштей өзімен өзі қарсылық болады. Біріншіден. Екіншіден, аллергиясы бар адамдардың бәрі іштей қатты раздражать етеді. Бұндай ауа райы мені раздражать етеді. Бұндай адамдар мені раздражать етеді, мынау раздражать етеді, іштей тітіркеніп жүреді. Сол қалы оны аллергияға алып келеді. Келісесіз бе? Мүмкін ең келіспейтін жерім 90% деген жерде. Бұл зерттеу институты емес. Зерттеу кім жүргізді екен? Зерттеу жүргізгенде неше адамды алды екен? Оның сауалнамасы қайда, оның нәтижесі, графиктері бәрі қайда екен? Сондықтан мүмкін бұл жігітке менің айтарым, сол 90% деген алып тастау керек та. Бірақ менің тәжірибемнен десе, ол 100% дұрыс болады. Дұрыс болады. Оның тәжірибесіне шынымен сондай келген шығар. Шынымен де сондай болады. Бірақ білмедім, бұдан алдын айттым екен, аллергияның өзі тек психологияға емес, оның нақты себептері бар. Мысалы, жусан иісі. Қазір барлық адамның 50% ба қанша деп ол да пайыз айтып тұр ғой, білмей жүр. Көрдіңіз бе, мен сап-сау адам болайын. Екінші бір ойға несек? Кармический, вегический, психологиядан, нумерологиядан барлық жақтан мықты болып кету үшін оған тек қана неудачно күйеуге шығу керек та. Сөйтіп ол сонда жауапкершілікті алады, соған кетеді. Жалпы ер адам әйелді жас кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деген кезде, ол жас кезінде жақсы еді ғой. Ол тастай батып судай сіңу керек. Бірақ тастай батып судай сіңу үшін ол жерде құнарлы болу керек. Ол жердің енесі де, күйеуі мойнына жауапкершілік алып тұр. Мен бұл әйелді бақытты қыламын деп. Бірақ түбінде 1-2 аптадан кейін еркектер оны ұмытады. Қысқаша осы, менің бұл жерде жеткізгім келіп тұрған ойым тағыдан, сізден білгім келіп тұрғаны, мен біреуді айыптағым келмейді. Тек осындай ойды, өзінің ойын қоғамға танатын адамдар бар. Сол дұрыс па, бұрыс па деген сұраққа жауап. Қазір осы кісінің тыңдарманның барлығын жас, надан, ақмақ адам деп айтып тұрсыз. Жоқ. Көрдіңіз бе, сіз тыңдап тұрдыңыз, мен тыңдап тұрмын. Керек нәрсе болса аламын, керек емес болса алмаймын ғой. Сіз неге оның көрерменнің барлығын төмен сыни ойлау жүйесі жоқ деп тұрсыз? Мен сонда сізбен келіспеймін. Бұны ақылды адамдар да тыңдап тұр. Керек болса алатын нәрсе. Мысалы, алатын нәрсе мына жерде әйел мықты болу керек деп тұр. Сонда әйел мықты болу үшін не істеу керек? Мұны ар жағын позитивті ол айтса болады. Ал енді мына жерде оның неудачны тұрмысқа шығу керек дегені мен қолдамаймын. Ана ретінде, әже ретінде, әйел ретінде. Ол алдын ала қазақтардың ажырасқан санын, статистикасын көбейтіп тұр. Неудачны күйеуге шықты деген ол бәрібір ертең ажырау керек. Сонда бағанағы садистік тағы да кетеміз бе? Неге бұл қызды алдын ала дайындап тоқта, шықпа, сол неудачно дегенге барма деудің орнына, неудачно барып келсең, одан кейін сен мықты боласың дейді. Мен оған қарсы шығатын едім. Сен неудачно барайын деп тұрсың ба, одан да маған келе қойшы. Екеуміз біраз уақыт отырып сөйлесейік, сырласайық, не болып жатыр? Неге барайын деп тұрсың? Көрдіңіз ба? Сонда мына жерде мен ажырасуға қарсы болып тұрмын, іштей. Сонда мен бәрібір айтқан сөзім, интерпретациям
ажыраспауға алып келеді. Мгм. Ал бұл кісі алдын ала сен барып келсең, одан кейін ғана ана бывалый солдат боласың деп тұрған сияқты отыр. Ал Жақсы. тағы да мені түсінгенім бейсаналы түрде, саналы түрде бұл кісі сол ток-шоудың өзінің заңдылықтарын қабылдап тұр ғой. Қабылдап тұр, соған сай сондай жүрсек, нәрселерді айтса, Аха. сенсация сонымен. Мен жаңа көрінеді. сізбен келіспеймін. Сіз мысалға аудитория, бұл кісіні тыңдайтын аудиторияны сіз сауатсыз, сыни ойлау қалыптаспаған деп отырсыз деп. Жалпы менде ондай ой жоқ, бірақ бізде қазір медиа кеңістікте осындай ток-шоулар өте көп қой. Ток-шоулар болсын, әлеуметтік желідегі инфлюенсерлер болсын. Мендегі ой бір адамға болсын, бір маманның пікірін жеткізу. Яғни мен бұл жерде мен де қателесуім мүмкін. Иә, осыған жалғасып, бағанағы сұрағыңыз жалғасып кетті ғой. Неге ток-шоуларға қатыспай қалдыңыз дедіңіз ғой. Себебі біреу осы. Ана менің айтқан ақылды, саналы, тіршілікке шақыратын, бірлікке шақыратын ойларымды керегі жоқ. Ана өңкей бір боқ ауыз айтатын, қолын бүйтетін, үйтетін, соларға сөз береді. Сонымен жаңа бір-екі рет барып, қысатын жерім қысып, үндемей отырып, онда тойдым енді, бұндайға келмей қояйын деп, аты белгілі ток-шоуларға бармай қойғам сөйтіп. Жаңа сіз менен сұрадыңыз, мен енді есіме түсіп отыр. Сізде ол кісілерден рұқсат бар ма деп. Жалпы журналистиканың этикасында мынау қоғамда публичный адамдардың әлеуметтік желідегі болсын мәлімдемелерін біз рұқсатсыз жариялай беруімізге хақымыз бар. Ол айтты, оны шығарды. Мен егер айтылған сөз атылған оқ. Яғни егер олар публичный адамдар, олар қоғамның алдында жауапкершілік алады. Енді ток-шоу мәселесіне келейік. Біздегі ток-шоуларда мынандай дүниелер орын алып жатады. Мысалы, осы бір-екі апта бұрын ғана бір 16-ға толмаған, кәмелет жасқа толмаған қыз бала мен зорландым деп келеді. Және сол адамның эфирге берген кезде, мысалға, оның бет әлпетін бүркемелемейді. Бір, одан кейін екіншіде мен қазір сізге оның өзін түсінде көрсеткім келіп отыр. Яғни психолог келіп, оның анықтамасын дейма, диагнозын бүкіл әлемге жар салғандай қылып эфирде айтады. Сонда ол кейіпкер қыз өзі рұқсат беріп тұр ғой. Өзі келіп тұр ғой саналы түрде. Бетімді бүркелемей ақ қойдым. Онда өзі рұқсат беріп. Өзі рұқсат беріп тұр. Жауапкершілікті демек біз ол адамға асырамыз, Ал енді бұл жердегі қоғамның алдындағы жауапкершілік, мысалы, медиадағы мен біреуге зиян келтірмейін деген заңдылық әсер етпей ма? Сол психолог біздің психоанализ қоғамдастығының мүшесі болса, біз соған куәгер болсақ, біздің ойымызша ол дұрыс болмаса, біз оны онда жабық комитетке шақырамыз. Сен кеше ананы айттың, неге олай айттың деп. Мысалы, ютубта қазір менің бар, Анна ханыммен деген ток-шоу, реалити шоу. Ол кездерде мен адамдардың бәрімен келіскем. Алдын ала, біліңіз, мен сіздерге тегін көмектесейін. Жылайсыз, сықтайсыз, күйеуіңізді бәрін айтасыз, бірақ мен оны ютубқа шығарам. Не дегенде, маған сіздің көмегіңіз керек. Бетін бүркемелемейсіз. Жоқ. Психоанализ қандай көмектесетін көрсету керек деп едім. Олар маған келді. Маған төлейтін 150 мың теңгесі жоқ, бірақ тегін жұмыс істеуге олар келді. Сонымен 5 рет отырдық, 5 сеанс өткіздік. 6-шында 1,5 жылдан кейін қайтадан келді, нәтижесін көрсетті. Содан да бірдемені алсаңыз болады. Олар алдын ала келіскеміз. WhatsApp-тан сөзбен жазып, қолын қойып. Келісу бар, түсінікті. Мысалы, ток-шоуларда ол келісім жүргізіледі деп ойламаймын, бірақ маман ретінде, мысалға, психологқа журналист мына адамға анықтама бер деп тұрса, ода осындай проблемалар болған, осылай деп айтуға болады, бірақ ол мысалға біздің этикамызға жатпайды. Мен оның жеке өзіне айтайын, немесе эфирден тыс сіздерге айтайын десе, онда оны шақырмай қояды. Демек біз атың шықпаса жер өрте болып тұр. Ол психологқа да танымал болу керек. Біз сонда осы ырду-дырдуға еріп жүре береміз ба? Ырду-дырдуға еріп жүре береміз, бұл демократияның бір белгісі. Бір жағынан мына жақта тоталитаризм, мына жақта демократия, бірақ демократияның бір шеті хаосқа, анархияға алып келіп тұр. Қараңызшы енді. Соны енді сізге ұқсаған ақылды саналы журналистер тәйт деп сәл бері қайтарып тұру керек. Енді сіздің ситуацияңызға оралайық. Сіз айттыңыз, біреулерден менің пациенттерімнен келісімін алдым, олар маған рұқсат берді. Рұқсат бермейтіндерді бар? Рұқсат бергендерін айтайық. Бірақ ол одан кейінгі салдарын түсініп тұрған жоқ. Мысалға, сізді айтайық. Сіздің енді көрілім, миллион көрілім жинап кетті дейікші.
ол бір ыңғайсыз бір ситуациясын айтып алдын ала атты. сіздің сұрағыңызды жалғастырмай қойыңыз. Мен біріншіден жасын өзгертем. Кейде оның жынысын да өзгертіп тастаймын. Ал енді тұратын жерін, тұратын елін мүлдем ауыстырып тастаймын. Мысалы, маған бір клиентімнің өзінің 7 жасар ұлымен әңгімесі өте ұнап қалды. Ана әкелерге бір мысал, позитив керек. Сонда оны жаздым да, келісесіз ба? Ол басқа елде тұрады, бірақ қазақтар. Мына жерге келесіз. Ол келісем деді. Оны мен жібердім. Ол жерден сіз ешқашан түсінбейсіз, ол қай ғасырда болып жатыр, қай жерде болып жатыр. Тек маңызын аламын. Яғни сіз тек қана позитив оқиғалар жариялайсыз, Иә. Мысалға, адамның абыройын түсіретін, оның кейінгі өміріне кедергі келтіретін дүниелер жарияламайсыз. Исповедь проститутки, исповедь лесбиянки, исповедь наркомана, исповедь пьяницы. Кейде шығарам оны. Бірақ соны деу үшін сондай адам болсаңыз, бізге келіңіз, біз сізге көмектесеміз деп. Ол да тағы позитив болып тұр. Оны ұрсудан емес. Ана әкесі мынандай айтты кезінде, шешесі мынандай айтты, сөйтіп қазір 11-ші сыныптың қызы лесбиян болып жүр. Оны түсіну керек сонда. Мен ана әкесі мен шешелеріне соны жазам ғой. Мынаны айтпа, мынаны жасама, қызыңды сақта. Біз бар жоғы бір 13 миллион қазақпыз. Қазір өзімізді сақтамасақ, ертең не боламыз? Сондықтан позитив керек бізге қазір. Бірақ қоғам алдындағы жауапкершілік сезіну керек. Жақында бізде суицид көбейіп кетті ғой. Мен сіздерден, журналистерден білемін. Бірден кейін бір 2-3 журналист жазды. Апай суицид туралы суицид. Мен ағылшын тілінде жатқан зерттеуім бар. Орысша қазақша интервью шығарып жүрмін. Жарайды деп айттым. Үшеуі де құмға сұйылғанда кетіп қалды. Әйтеуір біреу жазды. Апай бізге үстіңгі жақтан бұйрық келді, суицид айтпаңдар деп. Сонда мен түсіндім, айттым. Әрине, сендер өздерің кінәлісіңдер. Анау мынандай сантиметрді жіпті алған екен, мынандай белбауды алған екен, анандай дәріні алды екен, мына бұрыштағы дәріхана деп. Оны айтпау керек қой. Бірақ қалай шығу керек енді, қалай көмектесу керек, сол позитив жағын айтсаңыз, сол ақылды журналист ойланып қалды, апай, онда мен бір жоба жазайын, сізге қайтып оралайыншы деп. Мен ойлаймын, сізде сол жағын айтуыңыз керек. Керек болса, мен де сізге көмектесейін. Біраз клиенттердің арасында, біраз подписчиктің арасында өлімді ойламайтын, суицидті ойламайтын адам жоқ. Өмірінде ең болса бір рет сізде соны ойладыңыз. Ал бірақ ол ойды іске әрекетке жасау, ол басқаша, бұл екінші қадам. Сонда іс әрекетке барып, соңына дейін барып, бірақ шегінген адамдарды тауып, неге қайттың? Неге өлімді емес, неге өмірді таңдадың? Міне соны көрсету керек қой. Сіздер өлді, анадан секірді, мынадан секірді, инструкция оқып кетеді ғой кейде. Содан ана жоғарғылар қорқып тоқтатып қойды. Кеше бір 2 күн болды. Жақсы. Қазір қоғамда өте қатты бір резонанс тудырып жатқан және қайғылы оқиғалар көп болып тіркеліп кеткен, ол әскердегі оқиғалар. Болды ол. Мына әскердегі бізде есімін атып өтіңізші, Ербаян Мұхтар деген жап-жас бала, жас жігіт тосыннан соққа алып, қазір әлі күнге дейін комада жатыр. Одан қалды әскери оқу жаттығуда атып өлтірілген балалар бар. Яғни әскердегі әлімжеттік осындай жауыздықты алдын алу үшін не істеу керек, және әскерде психологтар жұмыс жасап жатыр ма? Әскерде психологтар бар. Бір 2 жыл бұрын сол психологтар жиналып, маған бір 10-15 келген еді. Апай, бізге үйретіңізші, сол жас өспірім ғой, 18 дегендер. Солармен біз қалай сөйлесуіміз керек деп. Бірақ ол кішкентай ғана, бары жоғы бір 10-15 сонда келген шығар әскери психологтар. Ары кетсе бір 20 шығар. Бірақ оларды жыл сайын үйретіп тұру керек. Қайда енді сонда? Министр қайда? Психологтарды жақсылап оқытса, бірінші күні келген студент деппін ғой, солдатпен сөйлесе, 5-ші күні түсініп қояды. Мына балапан секіреді, мына балапан секірмейді деп. Бірақ оған мықты, күшті менің шәкірттерім бару керек ол әскери бөлімшелерге. Көрдіңіз бе, психологтардан көп нәрсе, олар диагностикалардан талап етеді. Бірақ талап еткенде мектепте де, көрдіңіз бе, мектепте ана диагностикалық, психоаналитикалық бағдарды бермейді. Оларға педагогикалық бағдар. Ақыл ой өрісі қандай екен? Қағазды жаза береді, тестті қабылдай береді. Тесттің орнына олар міне 20-30 балапанды шақырса, мен кейде сондай бір мастер-класс көрсеткем, Шымкентке бір барғанда. 30 шақты адам. Сонда соның ішінде өлім туралы ойлама адам деген бір адамда шыққан жоқ. Ал попытка жасадың ба дегенде 22-сі попытка жасады. Оған не итермелеп жатыр? Сонда бірінші кезек менің қазір тәжірибемде түсінгенім. Бірінші даудамай әке шешесімен. Үйдегі қиқылжың.
кейде әке шешесі өзімен өзі шұғылданып Бұл сіз бұл жерде кімдер туралы айтып отырсыз? Мен қазір суицидке баратын адамдарды айттым. Ол Қараңызшы, әскердегі болсын, ол мектепте біз болсын, әскер бәрібір. тақырыбына оралайықшы. Әскерде болса ол бүгін Әскер 18 ол тақырыбында кеше ғана керісінше үйінде болды ғой. суицид емес, бұл жерде қастандық, қасақана өлтіру көп болып көрдіңіз ба, жатыр. Ұрып соғу көп болып Иә, жатыр. бірақ сол буллинг деп айтайық енді, бәріне түсінікті. Бірақ сол буллингтен шаршаған адам өзін өзі өлтіріп жатыр ғой Иә. кейде. Көрдіңіз ба? Сонда неге ол ондай болып тұр? Не дегенде үйінен ол сөйтіп әлсіреп келіп тұр ғой. Иә. Үйінен мықты болып келген. Үйінде әкесі мен шешесі мен сені жақсы көремін, мен сені күтемін, ораласың балам деп телефонмен, WhatsAppпен жақсы сөз айтып тұрған бала, оны біреу тепті ме көтенінен, бәрібір жолын табады одан шығудан. Ал ана үйінен түңіліп келген, өмірден шаршап келген бала одан бетер төменге кетеді. Біреуді өлтіре салады, ана өлтіргеннің ішінде де ол сондай адамдар бар, агрессия өліп кеткен адамда сол. Ол жасөспірім деп айтып тұрмын. Олар жасөспірім. Қазір бүкіл дүниежүзілік денсаулық қоғамы бар ғой, ВОЗ. 21-ге дейін барлығы заңды түрде жасөспірім. Не дегенде біз бәріміз өміріміз 90-95 болып тұр. Сонда олар жасөспірім. Мүмкін онда ойланып көру керек шығар. 18-де жасөспірімді армияға шақырамыз ба, шақырмаймыз ба? Ең болмаса 21-де шақырамыз ба? Ал енді бұл жерде офицерлер тәрбиелеу туралы біз ойланбаймыз ба? Бұл жерде сіз қазір тағы біз кінәлауды ата-анаға қарай беріп отқан сияқтымыз да. Мысалға сіз ол тақырыпта көп ақпарат оқымаған сияқтысыз. Өйткені әскерде болып жатқан жағдайлар жыныстық зорлық көрсету, осындай дүниелерге дейін бар ол жақта. Иә. Военный психологтар келген соның бәрін айтып берген ғой бағана. Иә. Сіз бұл жерде тағы біз көрдіңіз бе, ата-анаға қарай кетіп мен барамыз. неге офицерді айтпаймын. Офицерге келгенше бұл балапандар керекті деңгейге жетіп келген балапандар. Офицерлердің өзіне келетін болсақ, онда олар іште бейсаналы түрде садистік элементтері көп адамдар сол офицер болып келеді. Ішіндегі садизм жоқ болса, ол ешқашан офицер бола алмайды, қолына қару-жарақ ала алмайды. Хирург мысалы сондай. Іштегі бейсаналы садизм керекті деңгейде болса, ол хирург болады. Болмаса басқаша болады. Сонда бұл офицерге мен емес, офицердің аты офицер, олардың заңдары басқаша. Оған министр, әскери министр бола ма, сол өзінің бір бұйрығын беру керек. Тірілдің, офицер болам дедің ба, 5 ай тренингтен өт. Майор болам дедің ба, 3 ай тренингтен өт. Қандай тренингтен? Психологиялық тренинг. Агрессияны игеру осы тренинг. мәселеге тоқталу керек. Агрессияны игеру тренингі. Неге сіздердің тараптарыңыздан осындай ұсыныстар болмай жатыр? Ұсыныстар бейшара жалғыз жүрген бір кішкентай ғана психоаналитик. Шәкірттеріңіз. Менің шәкірттерім олар да психоаналитик. Біздің қолымызда ешқандай билік жоқ қой. Ұсынбай ма қоғамға, министрлікке, басшылыққа? Неге жеткізбей жатыр? Ой, кезінде көресің, неше түрлі хат жазғанмын, сонымен ол хат кетарады кетеді ғой. Бірақ менің түсінгенім қазір, сол әйтеуір мен шырылдап жүре берейін, басқа психологтар шырылдап жүре берсін. Сол бізге жан ашыған, бізді түсінетін адам ертең бір жерде министр болады, бір жерде министрдің орынбасары болады. Тек сонда ғана оның қолына билік келгенде, ана жерде бір апай бар еді ғой деп шақырып, одан кейін мен көмектесе аламын. Мен өйтіп зорлап бара алмаймын ғой. Қараңызшы, енді сіздің жаңа айтқан ойыңыз бойынша, яғни әскердегі әлімжеттікке ұшыраған, әскерде суицид жасаған, әскерде өлген, қайтыс болған балалар, олардың осындай оқиғаға тап болуына отбасындағы тәрбиесі содан басталады. Бәрібір содан басталады. Офицер, қатыгез офицер, надан офицер, ол да біреудің баласы. Сіз неғып түсінбейсіз, баланы бесіктен дегенге. Жоқ, мен оны түсініп тұрмын. Содан бастау керек. Түсініп тұрмын, бірақ бұл жерде бізде жапа шегіп тұрған баланы сіз кінәлап тұрғаныңыз мен қабылдай алып тұрған жоқпын. Мысалы, мен осының алдында ғана менде бір психологпен сұхбат болды. Мөлдір Тоғжанова деген психолог. Ол кісімен біз зорлану тақырыбында сөйлестік. Сонда ол тұрады мынандай ойды айтады. Мына зорланатын балалардың зорлануына себеп ата-анасы. Өйткені өмір бумеранг деген түсінік бар дейді. Яғни өмір бумеранг ата-анасының жасаған жамандығы баласына келіп тұр. Сонда сіздің де айтқаныңыз соған жақын келіп тұр да? Кеңестік кезде бір статистика болатын еді. Маскүнемдердің 100%-ын алатын болсақ, соның 1% ғана арақ ішпейтін бала шығады екен. 99% әкем қандай болды, шешем қандай болды, мен де сондай болам дейді екен.
Одан кейін бір 10 шақты 15 шақты бір жерде кездестірдім. Енді сол статистика өзгерді. Енді 10%. Мен соған да қуанып жүрмін. Әке көрген не істейді, шеше көрген не істейді. Сізге мен соны түсіндіре алмай жатырмын. Біз ана ұшқанда іледі деген ол тек саналы түрде емес. Саналы түрде әкем маған ұрла, арақ іш деп ешқашан айтпайды. Бірақ бейсаналы түрде өзі не істеп тұр? Молданың айтқаны, молданың жасағаны. Сондықтан мен соны ішімде қабылдап тұрмын. Сонда ана 1% я 10%-ға бару үшін ол ішкі қандай мықтылық керек. Көп адам оған шыдай алмайды. Кәдімгі қатардағы қарапайым адамдар. Сондықтан әкесі ішті ма, бұл ішеді. Әкесін, шешесін ұрды ма, бұл да ертең өзінің әйелін ұрады. Сондықтан міне армияға келгенде өңке ұрыс төбелес. Сонда армиядан жазым болып келіп жатқан балалар, армиядан қайтыс болып жатқан балаларды. Мен мысалы сол әскери министр болсам, бірінші ай оларда бәрібір бейімделу айы емес пе, адаптация айы. Мен сол айда психологтармен оларды күнімен түнімен жұмыс істеткізіп қоятын едім. Мәселе осы. Сондықтан бірінші айда біз олармен шешім жолы осы. Біз жақсылап жұмыс істесек, қалған 11 айын ол өліп қалмайтын шығар. Айтатын жерін айтатын шығар. Не дегенде бірінші айдың ішінде ең кемінде сол әскери психолог аналарды өзіне сендіре алса, ертең қиналған жерде біреу баған айтты ма, ең болса көтеннен тепкен жерде сол психологқа барып жылап сықтап айтатын шығар. Сонда психолог ар жағында, психологтың қолында билік бар ма, билік жоқ па, қандай кәсіби психолог па, ар жағына жеткізеді, тоқтатын жерде тоқтатады. Сонда мен оқытып берейін, мен тегін оқытып берейін. Сіз журналистіне жазыңыз жазатын жерде. Маған шақырып беріңіз, әскери психолог шақырып беріңіз. Қазір онлайн ғой, өзің үйінде отырасың. Бұрынғыдай мен бұрын шулайтын едім бәр жерде. Министрлік жолы мен тамағын беріп, жатағын берсе, мен тегін оқытайын. Мен қазір де сондаймын, тегін оқыта берейін. Онлайн жинап беріңіз, 1000 жинайсыз ба Zoom бойынша, 5000 жинайсыз ба, олар сұрағын қойсын, мен жауабын супервизия өткізіп берейін, кішкентай теориясын түсіндіріп берейін. Мектептің психологын жинап беріңіздер, әскери психологты жинап беріңіз. Бізде поликлиникада психологтар бар. Бағана психосоматикаға жақындау. Оларды да үйрету керек. Мен соған қазір екінші өзімнің кәсіби тарихи миссиям деп 100 шәкірт, 100 супервизант дайындаймын деп жүрмін. Енді мен кеткенде, менің 100 шәкіртім қалса, біздің Қазақстанға жеткілікті. Сонда кәсіби, сапалы психология қызмет іздеген адамдар психоанализ қауымдастығы қай жерде? Психоаналитик кабинеті қай жерде? Психоанализ орталығы қай жерде? Мен айтып кетейін, онлайн әрине жақсы. Бірақ көзбе-көз сізге ұқсап отырып сөйлескен, ол тамаша. Мүмкіндік болса, офлайн барыңыздар. Мүмкіндік болса, онлайннан қашып, тікелей кабинетіне психоаналитиктерге барыңыздар. Жақсы. Жаңағы әскердегі оқиға мені қатты алаңдатады. Өзім шынымды айтайын. Неге осындай проблемалар болып жатыр деген түріне күнде ойланам. Бірақ енді сіз бұл жерде тағы да психолог ретінде сіз жәбірленуші тарапты тағы кінәлап отқаныңыз менің былай жүрегіме жақпай отыр. Ол жәбірленуші мен кінәлап тұрған жоқпын. Мен сізге себептерін түсіндірдім. Әрине мен жаным ашиды. Мен сізге себебін неге жәбірленуші болып қалып жатыр. Мен соның себебін мен онда дұрыс түсіндірмедім сізге. Сіздің қазір осы сұхбаттан кейін сізді айыптайтын адамдар көп болады. Жоқ. Сол түсіндіріп айтыңызшы ашып. Ол мектеп болсын, әскери бөлімше болсын, әрине жәбірленушіге менің жаным ашиды. Әрине оны тоқтату керек. Бірақ неге ол бала сөйтіп көніп кетіп жатыр, неге ол бала сынып кетіп жатыр? Соны түсіндіріп жатырмын. Ол үйінде үйреніп қалған. Бұға берірсің, сұға беретінге. Көрдіңіз ба? Сонда ол бейсаналы түрде ауруды шақырып ал деген ұғым бар ғой қазақтарда. Ол бейсаналы түрде мен осындаймын, мені ұра бер, мені соға бар. Не дегенде оны әкесі ұрған, не дегенде шешесі ұрған, атасы оны тепкен. Енді соны тоқтатса... Олай болмаса ше. Болмаған болса ше. Ол өзіндік 5 бағамен келген бала мына жерде беріспейді. Ол төбелеседі. Мүмкін төбелестік кетіп қалатын шығар. Сондай болып тұр ғой. Бірақ менің айтып жатқан өзіне өзі қол жұмсаған. Мен өзіне қол жұмсауды ысырып қойып отырмын. Мен бұл жерде мысалға... Соны өзін өзі жақсы көрген жігіт армияға баратынын біледі. Менде көп клиент, көп әңгіме сондай. Олар 11, 12, 13-де бірінші төбелес басталған кезде мектепте бір дегені біреу боксқа барады,
біреу каратеға барады, біреу бірдемеге алдын ала дайындалып жатыр. Әке шешесі де оны алдын ала дайындап жатыр. Мен де туған туысқандарым бар ғой, мынандай менің туған туысқандарым 1 жылдық армияға әскерге олар барып келген. Соның өзінде балама бұндайды тілемеймін деп келді. Ол кезде әлі үйленбеген менің інілерім, кішкентай туыстарым. Соның өзінде қиын болды. Қандай качок десек болады оларды. Сонда алдын ала оны дайындау керек қой. Жақсы. Ал енді денесі жаңа сізге маған ұқсаған кішкентай енді качок болмай қойсын. Оларға онда психологиялық күш керек. Соны үйде де мектепте де дайындау керек. Мына 1-ші ай армияға келгенде о жерде де оны дайындау керек. Кейде психологиялық ішкі күші қуаты бар жігіт жеңіп кетеді. Менің пайымдауымша. Тағы да біздің айтатынымыз агрессор, соларды ұрып атқан офицермен бірге солдаттың өзі ғой. Сонда неге олар ұрып атыр? Осылармен жұмыс жасау керек. Бұл жігіт бұған әлі ештеме жақын енді ғана кездесті ғой. Еш жамандық айтқан да жоқ, еш жамандық жасаған да жоқ. Мені бағаналы бері түсіндіріп атқаным, агрессияны, ашу ызаны үйінен алып келді. Ал мына жерде сәл иығы кішкентай бір жігітті кездесті да, ал енді соны әкесінің орнына соны ұра береді. Не болса мектепте буллинг болған кезде оны ұрған адамды ұрмайды да, басқа бір бейкүнә береді, ұра береді. Дұрыс. Міне сол кезде офицерлердің өзінен тағы балық басынан шірейді. Офицерлерді бірінші кезекте тәрбиелеп, олардың психологиялық сау болуын қадағалау керек, және одан кейін барып офицерлер қай жерде оқыды? Олар да офицердің училищесінде оқыды. Міне сол жерде тағы да психологиялық тренингтер. Енді түсіндім, бір-бірімізді дұрыс түсіндік, және көрермендер де түсінді деп ойлаймын. Әйтпесе сіздің жаңағы бір үзіндіңізді көріп қалған адам сізді айыптап шыға келетін еді. Енді тағы бір сізді қоғам түсінбей қалған бір мәселе, ол Абай мәселесі бойынша. Бірақ мен ойымды аяқтайын. Абай туралы сіздің ойыңыз өте керемет. Сіз Абай ойшыл және еркек деп айтасыз, және шәкәрімді рухани ұстаз тұтасыз. Оның ұстаз тұтқан, яғни үлгі тұтқан адамын мен де ұстаз тұтам деген сияқты бір өзіңіздің ойыңыз айтасыз. Бірақ осы әлеуметтік желіге сонда көрдіңіз ба, бұл тағы да бір үзінді қалай тарап кетті? Мысалға Абай бір талай қыздарды, мен оған қазір де қайталап аламын. Абай өзі ақылды, даналы, байдың баласы болса, өзі денесі бар болса, оған қызығатын мың сан қазақтың қыздары емес пе? Сонда неге Абайдың, ол нақты жігіт қой, болмыста болған еркек болса, неге оның Тұратбегі тұрып кетпеу керек? Неге біз оның үшін жамандауымыз керек? Қазіргі байдың балдары ақылды да саналы, олар да сондай емес пе? Бірақ оның ішінен Абай шығып атқан жоқ па? Сонда байдың баласы бола тұра, бізге өзінің философиясын алып қалдыр ғой. Соға мен оны сыйлаймын, мен оны жақсы көремін. Сондықтан менің қазір күресіп жүргенім қазақтардың мынау надан ойлау жүйесі, кемсік ойлау жүйесі. Бағанағы мен айтқан тек нақты. Абай ескерткіш пе болды? Абай тек ескерткіш қой. Одан сәл көтеріліп ойласақ жаңа, құсқа ұқсап сәл биік. Абай еркек, ол өзінің заманының еркегі. Сонда 4 әйел алды ма? Кім білсін, арасында 7-8 әйелі болды ма? Біз оны білмейміз. Ол бүгінгі ғасырдың адамы емес қой. Бүгінгі ғасырдың байдың балдары, байдың өзі де неше қатын алып жатыр. Неге Абай ол жасамау керек екен? Сондықтан біз неге оны идеализация жасап, Құдайға жақындатып қойдық. Біз сонда өзіміздің тарихымызды, өзіміздің әдебиетімізді, өзіміздің менталитетімізді, өзімізді тар қыспаққа түсіп қойған. Пушкин не болды? Наталья Гончарова, моя 113-та любовь. Сонда не, Пушкинді бүкіл дүние біліп жатыр ғой? Әйелі 113-ші махаббатқа ғана ол үйленді. Неге оны бүкіл әлем біліп жатыр? Неге біздің Абайды бүкіл әлем білмеске? Көрдіңіз бе? Сонда бұл шындықты қабылдамай жатыр. Бағанағы надан қазақтар. Маған қарсы шығатын қазақтар. Сонда олар символикалық ойлауды. Нақты өмірдегі болған оқиғаны. Бірақ қазір басқа мәселе. 3-4 жыл бұрын шықты ғой енді. Абай деген ақын болған жоқ деп. Мен енді соған ойланып келіп жүрмін. Шәкірттермен сол мақаланы талдап жүрмін. Абай болған ба, болмаған ба? Бір қарапайым Абай Ибрагим деген бір қазақ болған сияқты. Бірақ ақын болмаған. Бірақ ойшыл болмаған, данышпан болмаған. Міне қазақтар ақылды болсаңыз, зерттеңіздер, дәлелдеңіздер. Шынымен Абай болды ма? Ол Әлихан Бөкейхановтың шығармасы ма? Сіз ол мақаланы оқыдыңыз ба? Білем, оқыдым. Мен онымен келіспеймін.
Міне көрдіңіз ба, сіз келіспеймін деген болмайды, ол жалаң. Ол Жоқ, үшін ол кісімен не үшін мен келісуім керек? ол зерттеп тұр. Оның зерттеген нәрсесі сіз де зерттеңіз. Иә, менің де өзімнің оқыған абайтанушыларым бар. Маған олардың деректері сенімдірек. Абаймен сеанс жасадым деп айтасыз ғой. Абайдың қара сөздерін алдым. Иә. Ой, бірінші сессиясы. Ауылдан келген ойшыл дедім да, бірінші сөзін тек сәлеметсіз бе деп арасында өзімнің бірен-саран. Оның өзі де Абайдың сөзі. Ауылда өскем деп айтады ғой. Ауылда өскен бе едіңіз деп мен сұраймын. Соны қойсам, ешкім түсінбей қалды. Мәссаған, мен қазақ мектебін бітірмеген қазақ мектебін бітірген қазақтар, апай мынау адамыңыз қандай адам? Біреу, әйтеуір бір журналист Тапты дедім. бір жарты күнде ма, әйтеуір бір журналист, апай мынауыңыз Абайға ұқсап тұр, Абайдың сөзін сізге өтірік айтып тұр ма деп. Соның өзінде онша түсінбей қалды ғой. Абай қандай тұлға? Сіздің сеансыңыздан кейін қалай ой түйдіңіз? Мен ойлаймын, Абай менің сеансымнан кейін көңіл күй көтеріледі, депрессиядан шығады. Ол тағы да ең кемінде 20-30 жыл өмір сүреді, еңбек етеді. Сондықтан бізге тағы да Абайдың мұрасы мынандай болып келеді. Рахмет сізге. Өте бір Жақсы. керемет сұхбат болды. Жақсы. Құрметті көрермен, бүгінгі сұхбатымыз осымен тәмам. Каналға жазылып, қолдап қойыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Гүлдөбе подкаст.